Мәжілістің жалпы отырысында палата депутаттары ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Ол еліміздегі кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған. Бұған дейін Атамекен палатасында бірнеше мәрте қаралған құжат депутаттарында сан сауалын туғызды. Бірі жаңа палатаның қажеттілігі шамалы десе, енді бірі оның болашағы бұлыңғыр дегенді айтты. Ал өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев ел экономикасын өркендетуге ұлттық палатаның тигізер әсері зор болатынына сендірді. Жалпы елімізде 9 мыңға жуық орта кәсіпкерлік болса, ірі бизнес саны 2 мыңнан асады. Олар ұлттық кәсіпкерлік палатасына мүше болып, міндетті жарна төлеуі тиіс. Ал шағын бизнес иелерін 5 жылға дейін бұл міндеттен босату қарастырылған. Олар өздерінің жылдық оборотына байланысты, жылдық тапқан пайдасына байланысты төлейтін болады. Яғни орта кәсіпкерлер жылына 360 мың теңге көлемінде, ал ірі кәсіпкерлер 3 миллион 600 мың теңге көлемінде төлейтін болады.